Қаламыздың қыздар гимназиясы соңғы жылдары нәзік жандылардың тәртібі мен отансүйгіш мінезін қалыптастыруға көп мән беріп келеді. Оларды мұнда өзін-өзі қорғау тәсілдері мен сапта жүру ережелері жиі үйретеді. Женщина, она в первую очередь мать. Әйел адам біріншіден ана, болашақта ол өзінің балаларына жақсы тәрбие бере алу керек, әсіресе ұлдарына. Сол себепте мұндай әскери дайындықтар қыз балаға керек деп ойлаймын. Қыздарды отансүйгіштікке үйрету гимназияда кішкентай сынып кезінен бастау алған 55-те 16 әскери бөлімнің офицерлері арнайы келіп, байқау ұйымдастырғаны тегін емес. Мамандар оқушылардың әскери дайындығын көріп, өздерінің бағасын берді. Мне было приятно наблюдать. Біз үшін қыздардың бүгінгі байқауға қатысып, өздерінің әскери машықтарын көрсетіп жатқаны қуантады. Олар тырысып жатыр. Бұл отансүйгіштікті көрсетеді және басқаларға тәлім беріп жатыр. Бүгінгі шарада тек ересектер ғана емес, кішкентай қыздар да ерекше көзге түсті. Оларда өздерінің әскери дайындықтарын көрсетіп, әскери мамандарды таңдай қақтырды. Это и экскурсии, и мероприятия. Бұл шара негізінен Ұлы Отан соғысына арналды. Биылғы жылы бізде жоспар көп, әсіресе әскери жедел марш өткіземіз. Бізге қатты ұнайды, көп нәрсе үйретеді. Шара соңында белсенді қатысушылар мадақтамалармен марапатталды. Ал әскери бөлімнің мамандары оқушылардың арасынан жаңа топ құрды. Бұл топ әр салтанатты кеште өздерінің өнерлерін көрсететін болады.